Қызылорда қаласы Мұхаммед-Әли Сожиков атындағы номері 6 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Маратбек қызы Ақерке. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жаман жолдас. Бүгінгі сабақта жаңа сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсінесіңдер. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріп, шағын мәтінді сөздермен толықтырасыңдар. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың жаңа сөздермен танысамыз. Менімен бірге қайталаңдар. Ұялу, қарт, достық, күшті, әлсіз, кәрі, жас, сау, ауру. Балалар, енді біз қазір мәтінмен танысамыз. Тақырыбымыз жаман жолдас. Екі дос жолда келе жатады. Олардың алдынан бір аю шығады. Екеуінің біреуі әлсіз, аурушаң еді, ал екіншісі мықты, жас жігіт болады. Осы кезде жас жігіт ауру жолдасын тастап, үлкен ағаштың басына шығып кетеді. Ауру жігіт ағашқа шыға алмайды. Ол жерге жата қалады. Аю ауру жігіттің қасына келеді. Оны иіскейді де кетіп қалады. Жолдасы ағаштан түсіп, «Достым, аю құлағыңа не деп сыбырлады?» деп сұрайды. Ауру жігіт сонда, «Аю маған басқа дос тап, бұл нашар адам, мұндай адаммен жолдас болма» деді. Досы қатты ұялып төмен қарады. Балалар, енді мәтін бойынша сұрақтарға жауап береміз. Ал балалар, енді жауаптарымызды тексерейік. Балалар, менімен бірге жауаптарыңды тексеріңдер. Бірінші сұрақ. Мықты жігіт неге ағаштың басына шықты? Мықты жігіт қорыққаннан ағаштың басына шықты. Екінші сұрақ. Әлсіз жігіт неге жерге жата қалды? Әлсіз жігіт ағашқа шыға алмағандықтан жерге жата қалды. Үшінші сұрақ. Аю жігітке не айтты? Аю әлсіз жігітке басқа дос тап, мұндай адаммен жолдас болма деді. Төртінші сұрақ. Мықты жігіт дұрыс жасады ма? Мықты жігіт дұрыс жасаған жоқ. Балалар, енді екінші тапсырмаға назар аударамыз. Қарама қарсы және мағыналары жақын сөздерді тап. Бірінші балалар, мағыналары қарама қарсы сөздер табуымыз қажет. Екінші, мағыналары жақын сөздерді табуымыз қажет. Кәне балалар, ойланайық. Балалар, менімен бірге енді жауабын тексереміз. Мағыналары қарама қарсы сөздер. Сау, ауру, кәрі, жас, күшті, мықты, жаман, жақсы. Екінші, мағыналары жақын сөздер. Жолдас, дос, күшті, мықты, жаман, нашар. Балалар, дос қандай болу қажет? Жағымды қасиеттерді жазып шығамыз. Енді балалар, жауаптарымызды тексереміз. Дос сабырлы болу қажет, шынайы болу қажет, кешірімді болу қажет, адал болу қажет, және де ақылды болу қажет. Балалар, біздің келесі тапсырмамыз ұшақ ұшыру әдісі арқылы достық туралы
мақал мәтелдерді толықтырамыз. Бірінші мақал: досы көптің жау алмайды. Жарайсыңдар балалар. Екінші мақал: күлме досыңа, келер басыңа. Жарайсыңдар. Үшінші мақалымыз: 100 теңгең болғанша 100 досың болсын. Керемет балалар, тамаша жауап беріңдер деп ойлаймын. Балалар, енді бүгінгі біздің сабағымыздың қорытындылай келе, жаңа сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіндіңдер. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріп, шағын мәтінді сөздермен толықтырыңдар деген ойдамын. Енді балалар, үйге тапсырманы алып аламыз. 61-ші беттегі бірінші тапсырма: мәтінді оқып, мазмұнын айту.